Шаршап кеттім ғой, Дүлдүл-ау. Не болды? Таппадың ба ақ жүректі? Қап, қайда кетті екен, а? Оның орны мен үшін бөлек. Ол менің жақын досым. Кеп қалатын шығар. Күтейік. Білмеймін. Досым дейді ғой. Келмейді ол енді. Әй, қарғамау. Сені жету оңай емес сияқты. Әлі ерте екен. Басын жақсы бастап едің ғой. Аяғым талып кетті. Сен нағыз тұлпарсың, Дүлдүл. Мен саған сенем. Рахмет, қарға. Демек, мен пойыздан мықты болғаным ғой. Досым, не болды? Мені мазақтап кетті. Кім мазақ етті? Айтшы, сазайын берейін. Қой, содан соң. Қойма, сені мазақ қылып жүрген? Сосын қоңас. Немене? Ой, ақымақ досым-ау. Екеуі де сенен кішкентай ғой. Сені мазақтауға дәттері қалай жеткен? Біз бір ойын ойнадық. Олар сол ойында мені жеңіп кетті. Жүр онда, сазайларын берейік. Шын айтасың ба? Әрине, жүр. Қуда қу табады, шқанақты су табады деген сөз бар. Дүлдүл, Дүлдүлжан, сағындым сені, досым. Есек ал, қорқытып жібердің ғой мені. Мен сені сағындым ғой, Дүлдүл. Мен де сағындым, досым. Біз ойын ойнайық деп жатырмыз. О, тамаша. Сен де ойнасың, Дүлдүл. Ол қандай ойын? Ол деген тапқырлықты, жылдамдықты анықтайтын ойын. Тамаша ойын. Жарайды, ендеше ойнайық. Алақай, алақай. Дүлдүл бізбен бірге ойнайсың болды. Досым. Ей, қойлар, бағана менің досымды алдаған қой қайда? Шық бері. Ей, қойлар-ау, айтсаңдаршы. Досым. Ол мына жерде жоқ сияқты ма? Иә. Рахмет сендерге, достар.